Мен білмеймін, өзім туған жерімді жақсы көрем. Бірақ әкеме көмектесіп қойдың соңында арагат қатып жүрген кезде, өзім сол жақта тұрып жатқан менен ойыммен ауылда тұрмайтымын. Мен Алматыда ғана тұрам. Алматының суретінде көрген жоқпын. Қайда екенін де білмеймін. Ойым көшіп кеткен былай тұрсын, телевизордың ар жағында мен өлең айтып тұрам. О кезде 5 сомдық радио ғой, транзистор мынадай әкелеріміздің қолына ұстап жүретін радиосы болатын. Сон қойшыларға о кезде жағдай жақсы жасайтын. Соның ішіне тек басым жетпейді, қалай дауыс соның ар жағынан шығады деп. Өзімнің ойыммен, мен үйде қалған балалар бір бөлек, мен өзім ойыммен өмірде ауылда қалып көрген жоқпын. Кеткенше асығып жүрдім. Сол ұшқынды бойыңыздан байқаған жаңа ғана сөйлеген ұстазыңыз. Енді ең алғашқы ұстаздың ішінде бұл Алма апайымыз 4-ші класстан бастап класс жетекші болды. Оған дейін де мен шығып жүрдім бастауыш класстарында. Бірақ Алма апайды мен сол байқап қойды. Негізі менен әншіліктен басқа ештеңеге мойнымды бұрмайтынды. Сонда Алма апайдың ұстаздығының мықтылығы ғой, мықты ұстаздығы. Ол көрді. Және мен әншілігіме сенді. Ең алғашқы сізді халыққа етене жақын танытқан ән. Алма апайдың айтып отырған жұрт бәрін құлатқаным Жезгекті айттым. Өйткені әкем айтатын соны. Сол Жезгекті айтқан кезде барып, ел білді менің домбырамен ән айтатынды. Содан бастап басқа әнім тыңдамайды, тек домбырамен. Барлығы тек қана домбырамен. Мерғалидың қызы қайда? Соғыздың домбырасымен ән тыңдауға келдік деп, тек домбырамен әнші ретінде көрді де қалды. Мен бағдарлама басталғанда әнші әрі актриса деп сізді хабарладым. Актриса деп айтуыма толықтай негіз бар деп ойлаймын, бірақ бұл актрисалық жол неден басталды? Ол мен мына жағымда жүрді. Ар жағыңызда бар. Ар жағымда жүрді. Біреулердің ойнағанына көңілім толмайды. Сосын спектакльге барған кезде, я болмаса интермедиа ойналып жатқан кезде жұрт сөзіне қарап мәз болады шығар. Мен ана қимылдарына бәріне қарап, өзім адам негізі өмірден жүріп оқыған жақсы ғой. Сөйтіп ұстасыз-ақ мен өзім керегіме ала бердім. Әлі күнге дейін кино қараған кезде, былай сыртынан қарап отқан кезде біреулер күлетін шығар. Біреудің мысалы дегендер болса, мен қайталап соны өзім толықтырып отырам. Сыртынан қарағанда жүз адамға ұқсайтын шығармын. Сол бойыңыздағы актрисалық қасиетті байқаған ең алғашқы сізді фильмге шақырған ол Баян Мақсатқызы. Негізі Баян қорқа мені шақырды. Баянға түрткі болған жеңсіз қақыла. Фильмнің аты қалай аталады? Ұмытып қалдым, бір музыкалық. Сұлу бойжеткен. Сұлу бойжеткен. Сонда ән айтатын жеріміз бар, Айгүл бар. Айгүл деген қасқыр ысылып алған. Байғұс, ета дейді ғой маған. Ғашық оты көзімізде жанады, әлдилейді махаббаттың балданы. Ғашық болған күннен бастап достар-ау, азамат боп қалғандаймыз бағалы. Ғашық оты жанады, жана берсін, жұбайлардың жолдары бола берсін. Келген жолдар қосылған екі жасқа, бақыты мен байлығын ала келсін. Сол кезде бізге осында Айгүлдің қасына бір жақсы адам керек, әйел адамнан. Өлеңде айтатын өзі музыкальный, өзінде юмор болса деген кезде, сен шақырып жатырмыз деген кезде жеңіс айтпайсың. Мені қайтесің? Сен ана Жанарды ал. Ол ойнай ала ма деп. Оған дейін қатты араласқан жоқпыз Баян екеуміз. Сонда жеңіс айтыпты. Сен соғызды алсаң өкінбейсің. Рахаттанып тұрып қарап отырасың, соны алшы деп. Содан Баян маған звонить етті. Көргім келеді деп. Мен айтып, егер маған сенсең көрейін, сенбесең қазір қоя салайық деп. Жоқ, мен сенем жеңіс деп айтқан көрейік деп. Батыл бардыңыз ба, жоқ жүрексіндіңіз бе? Жоқ, бардым да кірісіп кеттім. Содан Баянның көңілінен шыққан былай тұрсын, Баян деген риза болып, сол енді мен ойлаймын тағы да жобаларына шақыратын шығар бұйырса деп. Содан кейін ақырындап шақыра бастады жан-жақ. Кейінгі уақытта актрисалық қырыңыз бір әншіліктен де басым болып бара жатқан секілді көрінеді. Ара жігін ажыратып алайықшы, жаныңызға жақын жанр қайсы? Мен әншілігіме жетпейді әрине.